Қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз хрустящий баклажаннан теплый салат жасайтын боламыз. Ол үшін біз баклажанды сыртын әдемілеп ашып, себебі сол кезде баклажанның түрі әдемі көрінеді. Содан кейін дайын болған баклажанды кубиктап тураймыз. Кубиктарды небәрі кіттай қылсаңыздар, соғұрлым әдемі болады. Сонымен бұл менде бір тарелка баклажанға арналған салат. Дайын болған баклажандарды тұзбен заправить етеміз. Содан кейін жарты сағаттың көлемінде ол суды жуып, тазалап баклажандарымызды дайындаймыз. Жуып болған баклажандарға крахмал себетін боламыз. Сол крахмалды бүкіл баклажанның бойына сіңетіндей қылып, жағысылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін баклажандарды жағысылап қуырып аламыз. Екі бетін қызартып, әдемі етіп қуырамыз. Сол кезде осындай бізде хрустящий баклажандар пайда болады. Және де біз алдын ала жұмыртқаны асып дайындап қоямыз. Бір порция баклажан салатына 2 жұмыртқадан кетеді. Соны есептеп қарап отырасыздар. Келесіде біз помидорларымызды да кубиктап турап аламыз, себебі осылайынан әдемі көрінеді. Заправкасына майонез бен чеснокты араластырып дайындап қоямыз. Ал енді салатты құрастыруға келсек, помидорын саламыз, жұмыртқасын қоямыз, слой-слой етіп барлығын салып, осылайынан әдемі етіп майонезін құятын боламыз. Сол кезде бізде әдемі салаттың түрі дайын болады. Бұны сіздер қонақтарға ыстықтай етіп дайындасаңыздар болады. Сіздерге ас болсын, комментарий күтемін, лайк басыңыздар, тіркеліп өтіңіздер.